Сәлем достар, мен сіздерге бүгін керемет bir узордың түрін көрсетейін деп отырмын. Бұл үшін бізде әдеттегідей крючок және жіп қажет болады. Бұл узордың түрімен сумка или балалар пледі болады ғой, одеял. Сондай тоқуыңызға болады. Және де мынадай қалыңдау жіп алсаңыз, узор өте әдемі көрінеді. Мен петля ілуден бастайым. Петлямды 22 петлямен бастайым. Ол үшін жіпті 2 қабаттап алдым. Сіздер де солай жасасаңыздар, тоқылған шет, басталған кездегі шеті өте әдемі көрінеді. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14 петля ілуді білетін шығарсыздар, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Мен 22 петля іліп алдым. Ары қарай жұмысымызды бастаймыз. Жұмысымызды артық жіпті арасына қыстырып жібереміз. Bir петля көтеріп бастап, без накида тоқимыз. Без накида дегеніміз крючокқа жіпті іліп алмай, құр осылай петлядан өткізіп жіпті шығарып, 2 жіптен 1 жіп шығарып, осылай тоқу. Осылай мен 2 қатар тоқып шығам. Осы қатарды алып барып, қайттан осы мына жаққа ізге қайтам. Мен солай 2 қатар тоқып шығуым керек қазір. Неке түсінікті деп ойлаймын, петлядан өткізесіз, жіпті іліп аласыз, жұмыс жібін шығарасыз. Тағы да петлядан өткізіп, жіпті іліп алып, жұмыс жібін шығарасыз. Өте оңай, қарапайым және узор әдемі көрінеді. Егер қалай болып шығатын білгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Қалай болатынын көресіздер. Және де петля қалып кетпеуін қадағалаңыздар. Şimdi қалып кетті арасында. Осылай мен бұлай алып барып, мына жаққа соңына дейін, қайттан ізге қайтам. Солай 2 қатар тоқып алам. Сіздер де солай тоқып алыңыздар. Мінекей мен 2 қатар тоқып алдым, бардым, қайтып ізге келдім. Міне, осылай шығады сіздерде де без накида тоқыған кезде. Енді ары қарай тағы да 1 петля көтеріп, 3-ші қатарымызды бастаймыз. 3-ші қатарды бастаған кезде мына 1-ші столбик без накида өзі солай тоқылады. Ол ешқандай өзгермейді. 2-ші столбиктен бастап, мінекей, жіпті іліп алып, мынау 1-ші қатарымыздан осылай столбикпен тоқимыз, мінекей. Көрдіңіздер ғой? 5 столбик осылай тоқимыз. Жіпті іліп аламыз. Кәдімгі столбик с накидым бар ғой, солай тоқисыздар, мінекей. Крючокты өткіземіз. Кәдімгідей столбик с накидым тоқып, 5 столбикті осылай тоқимыз. 2-ін тоқыдым. Міне 3-шісі іліп алдым. 2 жіптен 1 жіп, 2 жіптен 1 жіп. 3 болды. Мінекей 4-шісі. 5-шісі. Түсінікті ғой, Енді мына арт жағынан 1, 2, 3, 4, 5 петля қалдырып, 6-шы петлядан бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мына петлядан бастап, без накида қайтып тоқимыз. 5-еуін. Без накида тоқисыздар, мінекей. 5 столбикті без накида тоқимыз.
Төртеу тоқыдым. Бесеу тоқимын. Бесіншісін тоқыдым. Енді тағы да 5 столбикті жаңағыдай бірінші қатардан алып тоқимыз мінекей. С накидом бірінші қатардан тоқимыз. 5 столбик мінекей. 2 3 4 столбик. Көрініп тұр ма сіздерге? 5 столбик. Көрініп бір түсінікті деп ойлаймын. Сіздерге түсінбесеңіздер комментарияға жазыңыздар. Не түсінбедіңіздер, қайта түсіндіретін боламын. Мінекей 5 столбик тоқыдым. 1, 2, 3, 4, 5 столбикті қалдырып, 6 столбиктен без накида тоқимыз. Мінекей 5 столбик без накида. 2, 3, қатты қыспай тоқи беріңіздер. 4, 5, на шеткі. Тура без накида тоқисыздар. Мінекей бірінші узордық қатарын тоқыдық. Енді келесі қатарда бір петля көтеріп, бұл қатарда полный без накида тоқып шығамыз. Соңына дейін без накида тоқып шығамыз. Мінекей. Осылай без накида толық тоқып шығамыз. Мынаған тиіспейміз, мына қатар алдындағы қатармен тоқимыз. Жаңылыс кетпеңіздер, мынаған тиіспейміз, мына жақта бұл қалады осылай. Мына қатардан тоқып шығамыз. Толығымен осылай без накида тоқып шығамыз. Енді бір петля көтеріп, жұмысымызды айналдырып, тура жаңағыдай бастаймыз. Бір петля с накидом. С накидом мынау бағана жұмысымызды содан іліп аламыз мінекей. 5 столбик тоқыдық қой бағана с накидом. Сол неден іліп алып тоқисыздар мінекей. Жіпті іліп аласыздар. Мына столбиктерді мінекей. Астынан өзі өтеді крючок. Сол жерден тоқисыздар. Мінекей астынан өткізіп, 5-еуін. Осылай тоқисыздар. 4-еу, 5-еу. Келесі 1, 2, 3, 4, 5-еу қалдырып, 6-дан бастап без накида тоқисыздар. 5 столбик мінекей. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, мен 5. Келесі 5 столбикті мына столбиктердің астынан кіргізіп, осы жерден с накидом тоқимыз. Жіпті іліп алып, столбиктің астынан өткізіп, 3 жіп болады. Сол 3 жіптен 2 жіптен 1 жіп, 2 жіптен 1 жіп шығарамыз. Мінекей. Төртеу, 5-шісі міне. Мінекей 5-шісі. Келесі 1, 2, 3, 4, 5 столбик қалдырып, 6-шысынан бастап без накида тоқисыздар.
без накида тоқимыз осылай. Мінекей. Бір петля көтеріп, жұмысты айналдырып, бұл қатар толығымен без накида тоқылады. Мына жіпке, артындағы жіпке тиіспейміз, алдындағы қатардан тоқып кете береміз. Мінекей. Бұл узор безрукавкалы жакеттер болады ғой. Сондай негеде әдемі шығады бұл узормен, сондай жакет тоқсаңыз да болады. Неке осылай толық бір қатар без накида тоқимыз. Енді бір петля көтеріп жұмысымызды айналдырамыз. Ендігі кезекте бізде шахмат құсап түсу керек. Сол үшін мына петля көтеріп столбик түсірген жерден ештеңе істемей өтіп кетеміз 5 петляны. Мінекей 5 столбик жай тоқып өтеміз де. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6 болды. Келесі бағана бізде жай столбик тоққан жерден столбик с накидом тоқимыз бұл жерден. Столбик с накидом тоқимыз. Жіпті іліп алып, мына арасын астынан өткізіп, 3, 4, 5 столбик тоқыдым, с накидом. Енді ары қарай бағана 5 столбик накидым тоққан жерден без накида тоқимыз. Мына жерден 5 столбик қалу керек. 1, 2, 3, 4, 5. Мынадан бастап тоқып өткенбіз. 1, 2, 5 столбик тоқимыз бұл жерден. 3, 4, 5. Келесі 5 столбик с накидым тоқимыз. 1 с накидым болғанда біріншіден алмаймыз, астынан аламыз. Мінекей. Міне, астынан. 3, 4, 5. Шетіндегі столбик без накида тоқылады. Бір столбик. Ары қарай тағы да бір петля көтереміз де жұмысты айналдырып, бұл қатар толығымен без накида тоқылады. Соңына дейін солай тоқылаңыздар. Без накида бір қатар. Міне мен бір қатар без накида тоқып шықтым. Енді келесі қатар бір петля көтеріп, бірінші 6 столбикті без накида тоқимыз. 3, 4, 5, 6. Ары қарай жіпті іліп алып, мына астындағы столбик көрініп тұр ғой сіздерге. Осы столбиктің үстінен столбик с накидом тоқимыз. Мінекей. Жіпті іліп аламыз, столбиктің астынан өткіземіз көйчокты. Сол жерден жұмысшымен шығарып, 3 болды көйчокты. Екеуден біреу шығарамыз. Келесі тура солай. Столбиктің астынан өткізіп, жіпті шығарамыз. Екеуден біреу. Тағы да. Осылай 5 столбик тоқисыздар.
1 2 3 4 5. Жаңылыс кетпеу үшін санап отырыңыздар. Ары қарай 5 столбикті без накида тоқимыз. 5 столбик без накида. Bir, екі, үш, төрт, бес, алтауы кетті міне. Біреуін шығарамыз. Енді міне күрчоққа жіптеліп аламыз. Столбиктің астынан өткізіп, столбиктің үстінен столбик тоқимыз мінекей. Бесеу. 5 столбик тоқимыз. Мінекей үшіншісі. 4 5 столбик тоқыдым. Шетіндегі столбик без накида. Bir петля көтеріп, енді соңына дейін без накида тоқимыз. Bir петля, екіншісі. Без накида толық тоқып шығамыз. Егер жұмыс ұнаған болса, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сіздерден қолдау күтемін. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар екен. Осылай. Без накида тоқып шығамыз осылай. Өзір өте әдемі көрінеді. Плед тоққанға да әдемі болады. Мінекей мен екі қатар өзірдің несін тоқыдым. Ендігіде мына бірінші 5 столбиктің үстінен с накидым алып тоқисыздар. Мына жерден без накида тоқып кетіп, осылай шахматтар іздес болып түседі мінекей. Өте әдемі көрінеді. Тоқып көріңіздер. Егер ұнаса, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Рахмет.